Құттықтулы күн, құрметті көрермен. Сіз педагогтердің тәжірибесін, рухани әлеуетін, кәсіби кемелдігін көтеруге бағытталған 2025 жылғы республикалық облыстық үздік педагог байқауының жеңімпаздарын насихаттауға арналған «Ұстаз жолы» медиа жобасын тамашалап отырсыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасының үздік педагогы, тарих пәнінің мұғалімі Эльмира Ибрагимқызы. Эльмира Ибрагимқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, жалпы ұстаздық ұлы жолға қалай келдіңіз? Мен Сапашева Эльмира Ибрагимқызы 1976 жылы 10 наурызда Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауылында татар отбасында дүниеге келдім. Ұлтым татар. Шилі орта мектебін 1993 жылы үздік аттестатқа бітірдім. 2005 жылы Орал қаласындағы Мұхаммед Утемисов атындағы университеттің тарих факультетін қызыл дипломмен бітірдім. Ал 2024 жылы мемлекеттік грант бойынша магистратураны үздік нәтижемен аяқтадым. 2002 жылдан бері Лұтпан Күлішев атындағы жалпы орта бөлім беретін мектебінен тарих пәнінің мұғалімімін. Санатым педагог шебер, педагогика ғылымдарының магистрымын. Табиғатымнан балдарды жақсы көремін. Сондықтан да ұстаздық жолды таңдадым. Ұстаз мемлекет пен қоғамдық ең басты тірегі. Эльмира Ибрагимқызы, көпшілік тарихты белгілі бір даталарға құрылған пән деп қабылдайды. Сіз үшін тарих дегеніміз не? Тарих ерлікті бағалауды, тәуелсіздік мен бейбітшіліктің қадірін түсінуді үйретеді. Әр дәуірдің өз шындығы, әр оқиғаның өз сабағы бар. Сондықтан да мен тарих даталар тізімі деп ойламаймын. Тарихқа үлес қосқан тұлғалардың өнегілі өмірі арқылы оқушылар ойлануға, шабыттануға, қорытынды шығаруға үйренеді. Сіздің ойыңызша педагогикада ең маңызды нәрсе не болуы мүмкін? Мұғалімнің ең басты мақсаты оқушылардың білімін, іскерлігін, дағдыларын дамыту. Сонымен қатар өз кәсіби біліктілігін арттыру үздіксіз дамыту отыру керек. Бір оқушының бір ғана сұрағы сіздің ойыңызды өзгертіп жіберген сәттер болды ма? Иә, ондай сәттер болды. Бір күні бір оқушы күтпеген жерде мынандай сұрақ берді. Неге біз тарихты үлкен адамдардың жазуымен білуіміз керек? Бұл сұрақ мені терең ойлануға жетеледі. Сол кезден бастап мен тарихты адам тағдырлары арқылы кадр сыртынан қалған қарапайым адамдардың, балалар, отбасылардың өмірі арқылы көрсетуге тырысамын. Бұл көзқарас сіздің сабағыңызды әсерлі, мәнді өткізуге өзінің пайдасын тигізді ғой? Иә, осы көзқарас менің сабақтарымды бұрынғыдан да әсерлі әрі мәнді етті. Сіздің ойыңызша үздік адам кімді жеңу қажет? Өзін бе, әлде басқалардың? Нағыз үздік болу үшін өзіңді жеңу керек. Шын мәніндегі үздік адам өзгелерден озған емес. Күн сайын өз кемшіліктерін еңсеріп, кешегіден бір қадам алға жылжи алатын тұлға. Егер тарихтағы кез келген тұлғамен бір сағат тілдесудің сәті түссе, кімді таңдар едіңіз? Мен Әл-Фарабиді таңдар едім. Оның даналығы, тәрбие және қоғамға қатысты заманауи көзқарастары мені таң қалдырады. Үздік педагог байқауына қалай әзірлендіңіз және өзіңіздің әріптестеріңізге қандай кеңес бересіз? Конкурсқа дайындық бірнеше ай созылды. Сабақ жоспарларын талдау, портфолио әзірлеу, әдістемелік зерделеу, шығармашылық идеялар іске асыру, ең бастысы өзіне деген сенімдік. Үздік педагог атағы сіз үшін марапат па, әлде жауапкершілік пе? Мен үшін бұл жауапкершілік. Мен осы жоғары атаққа лайықты болу үшін сабағымда кәсіби деңгейімді күн сайын артырып отыруға тиістімін. Үздіксіз даму, білім алу маған шабыт пен рухани күш береді.
Эльмира Ибрагимқызы, бүгінгі салиқалы сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл сұхбаттан біз сіздің кәсіби өмір жолыңыздан көптеген ақпараттарға қанық болдық. Сұхбатымыз аяқталарға жақын, ендеше жылдам сұрақ айдарына көшелік. Ендеше жылдам сұрақ айдарын бастайық. Сабақтағы ең сүйікті сәт, Балалар қызығушылығы. тарихтағы шабыт беретін тұлға, Әл-Фараби. мектептегі бала күлкісінің маңызы, Мейірімділік. балалардан үйренген бір нәрсе, Шынайылық. шаршаған сәтте еске түсетін адам. Анам. Ұстаздық жолыңыз бір сөзбен, Елге қызмет ету. болашаққа тілегіңіз, Ұрпақ жүрегінде мейірім және нұрлы білім болсын. бәрекелді. Үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, осымен ұстаз жолы медиа жобасының алғашқы шығарылымы аяқталды. Ал бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының үздік педагогы, тарих пәнінің мұғалімі Эльмира Ибрагимқызы. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.